Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен трайфлдың рецептісімен бөлісетін боламыз. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқаны жарып, оның үстіне қантымызды қосып, жақсылап микстерлейміз. Содан соң оның үстіне құрғақ масса, ұн, какао разрыхительді електен өткізіп қосып, жақсылап микстерлеп аламыз. Оның үстіне қайнаған суымызды да қосып микстерлейміз. Табамызға пергаментный бумаганы жайып, оның үстіне массамызды құйып, 180 градуста жарты сағаттай пісіріп аламыз. Арасына неше түрлі начинка қосуға болады. Менде банан, сіздер құлпынай немесе жиде қосуларыңызға да болады. Өте дәмді шығады. Бисквит піскеннен кейін оны суытып, жақсылап қолмен еземіз. Кремге сливки, сахарный пудра және творожный сыр қажет. Ең алдымен сливкимізді құйып, жақсылап миксерлеп аламыз. Содан соң творожный сырымызды да қосып миксерлейміз. Қалауыңызша красительмен бояуыңызға краситель қосу, араластыруыңызға болады. Содан соң ыдыстарға орналастырамыз. Менде 8 ыдысқа шықты. Ыдысымыздың астына корж, содан соң банан, содан соң крем жағып, ең соңынан шоколадымызды ертіп құямыз. Оның үстіне түрлі құлпынай, орех, немесе посыпка қосуларыңызға болады. Менің қалауым осы болды, орех. Біздің трайфлымыз дайын, өте керемет шығады. Ас болсын, сіздермен болған Дильназ.